Құрметті жанкүйерлер, құтты болсын. Бүгін Ақтөбе жеңіске жетті. Жетісу командасын 2-1 өтті. Біздің ТКБ подкастымыздың 16-шы шығарылымы. Жігіттер, қош келдіңдер. Мерей Азамат. Қош көрдік. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, ассалаумағалейкум. Баршаңызға жеңіс құтты болсын. Бұл жеңіс 2 есе қымбат болды. Турнир кестесіндегі 3 ұпай өз алдында. Кешегі Талдықорғанда өткен есені қайтару керек болды. Енді жалпы бізде қазір чемпиондыққа математикалық тұрғыдан мүмкіндік қана бар, бірақ ол чемпион болмағанменен үштікке кіруге алдағы уақытта матчтарда мүмкіндіктерді жібермеу керек, мұндай ойындар болмау керек. Бүгінгі ойын әрине жеңіс қымбат, бірақ ойынның өзі бір сүреңсіз деп айта алмаймын. Бірақ жанкүйерлер үшін бір қиын ойын болды алаңда. Ойыншылар үшін де қиын болған сияқты. Ойыншылар үшін де қиын болды. Енді бұл жерде жақсы қуантарлық жағдайлар бар. Кешегі Талдықорғанда өткен матчта плеймейкер болмай қалды. Мен өзім Ата-Насов плеймейкер болады деп ойлаған. Дегенмен Нанидің рөлі маңызды екенін байқадық бүгінгі ойында. Жақсы плеймейкер болды Нани. Ассист өз алдына. Және Сосаның қатарға қосылуы да жақсы жаңалық, бірақ Соса әлі өзінің қалпына келмеген секілді. Яғни матчтың екінші бөлігінде Соса алаңға шыққаннан кейін бірнеше есепті еселейтін мүмкіндіктер болды, сол мүмкіндіктерді жіберіп алдық. Ол кезде есеп 1-0 болатын. Яғни ерте ойыннан ерте демалып қойған сияқты жігіттер. Бірақ міне КПЛ-дің осы маусымдағы екінші жартысы басталды бүгінгі ойынменен. Ең болмаса осылай ойнайық деп айтуға аузың бармайды. Бірақ жеңіс қымбат десек те алаңның ішіндегі ойынды да әлі де түзеу керек сияқты деп ойлаймын. Енді келесі ойын бізде Астанаменен. Ол Астанамен болатын ойынға біздің 3 ұпай алуымызға көмектесетін бірнеше факторлар бар. Ол Астананың Еврокубоктағы ойындары және кеше Астананы ұтуға болатынына көзіміз жетті. Енді уақыт көрсете жатады ол ойынды қалай болатынын. Ал бүгінгі ойын бойынша айтайын деген менің ойым осы. Негізі ойын басталған уақытта бір басымдылық байқалды біздің жігіттерден. Бірақ сол 1-0 бір гол соққаннан кейін және сол есептің ұзақ уақыт тұрғанына қарап біздің жігіттер ойынды ерте аяқтап қойды ма деп ойлаймын өз басым. Сен қалай ойлайсың, Мерей? Ассалаумағалейкум, құрметті жанкүйерлер. Көптен бері подкастқа шыққан жоқпыз. Екі ойын жіберіп алдық қой, түрлі техникалық себептер болды. Сосын біздің түсірілім тобы босамай кетті қазір. Енді белгілі себептермен. Сондықтан да енді кешірім сұраймыз сол үшін біздің оқырмандарымыздан. Көп біздің жазылушыларымыз, оқырмандарымыз, жанкүйерлеріміз қызығып, жазып, неге шықпай кетті деп, қандай да бір қысым көрсетіліп жатыр ма деген сияқты сұрақтар болды. Ешқандай қысым көрсетілген жоқ бізге. Барлығы да дұрыс. Бір жағынан бізге де демалып алу керек болды ғой. Біз деген маусым басынан бері бір 15 подкаст қатарынан әр апта сайын ұрып келе жатырмыз. Шамалы бізге де не керек болды, үзіліс керек болды. Енді барлығымыз жақсылап бір демалып алған сияқтымыз. Бүгін енді Ақтөбе жеңіске жетті. Әйтеуір қалай орысша айтқанда трячка не пахнут дейді ғой. Ең бастысы 3 ұпай бар. Қандай жолмен жетсек те, әйтеуір Ақтөбе жеңіске жетті. Жаңа Азекең айтқандай, Талдықорғанда кеткен есені қайтарды. Екінші айналым жақсы басталып отыр енді біздің жігіттер үшін. Ең болмаса биыл енді чемпиондық туралы айта алмаймыз. Үштікке кірсек, Еврокубокқа шықсақ, соның өзі үлкен бір жетістік болатыны сөзсіз Ақтөбе үшін. Сондықтан да жеңіс құтты болсын. Тағы да ойын туралы айтатын болсақ, енді
1-0 емес, тіпті ойын барысында 2-0, 3-0-ге оп-оңай апарып тастайтындай не болды, мүмкіндік болды. Пижон жетіп кетті, былайша айтқанда енді. Футболдың тілімен айтқанда. Соса мен Шушначтың өзінде қанша мүмкіндік болды. Сосын ата-анасының өзінде жақсы мүмкіндік болды екінші таймда. Құлап бара жатқан қақпашыға дәл тигізді ғой енді. Бірақ енді Жетісуды мақтай кету керек деп ойлаймын. Бұл жерде Жетісу жақсы команда, турнирлік кестенің соңында келе жатса да жақсы қарсылас ретінде өзін көрсете білді. Нұрдәулетовтың өзінің бапкерлік бір қалай почерк бар, өрнегі көрініп тұрды да, кәдімгідей екі матчта да Ақтөбеге қарсы кәдімгі батыл қимылдап, ешқандай фаворит деп бір не істемей, оң-жорғасын түсірмей, жақсы қарсылық көрсетті. Екі матчта да, бірінші матчта жеңіске жетті, екінші матчта да міне соңғы секундтарға дейін бірде-бір есебін ұстап тұрды. Ақтөбені шамалы пижон жетіп қойды. Мұндай матчтарда негізі босаңсымай ойынды соңына дейін апару керек деп ойлаймын мен. Нәтижеге ойнап 2-0, 3-0 болса, мүмкін жанкүйерлердің көңіл күйі басқаша болар ма еді. Соңғы ысқырық шалынған кезде мынандай қалай 2-1 есебінен кейін шамалы странное послевкусие болып қалады. Мынандай матчтардан кейін дәмі басқаша сезіледі жеңістің. Сосын әртүрлі ащы тілде бар, жан-жақтан айтатын Ақтөбе қызыл қағазбен пенальтидің арқасында жеңіске жетті деген неше түрлі әңгімелер болатын сөзсіз. Сондықтан да жеп-жеңіл ұтуға болатын матч еді негізі, бірақ жоғарыда айтқандай Жетісуды да жоғары бағалау керек, мықты ұжым ретінде бағалау керек. Соңына дейін таласты, тіпті тең нәтижеге де лайықты болды, лайықты өнер көрсетті. Бірақ енді есеп таблода Ақтөбе жеңіске жетті. Енді ары қарай жылжимыз. Келесі матч бізде Астана мен Елордада. Әлбек Қасым жарақат алып қалды, бізбен ойнаған матчта. Жарақат алып қалды, өткен ойынға қатыспаған сияқты, тіпті жеңіске қарсы. Сондықтан да бізге тас түйін дайын болатын сияқты Әлбек. Менің ойымша. Енді бірнеше матчты жіберіп, өз бабына еніп, сосын бізге қарсы ойнап та қалуы мүмкін Әлбек. Енді бүгінгі матч туралы көп нәрсе айтуға болады енді. Өзің қалай ойлайсың енді? Бүгін Жетісу ойын басталмай тұрып 8-ші орында болды. Ақтөбе 7-ші орында. Соңғы орын деп айта алмаймыз Жетісуды. Ақтөбе бірдегі жатыр ғой. 3-ші орында Жетісу. 8-ші орында. Біз 6-ға көтерілдік. Қазір 6-ға көтерілдік біздер. Бірақ Жетісу алғаш ойнады. Бірінші ойында да лас ойнады, например, Жуковтың травма қылып жіберді. Бүгінде жаңа лас ойнады Жетісу. Сол именно Ақтөбе қарсы бәрі солай ойнай ма, түсінбейміз. Сен жанкер болған соң саған солай көрінеді ғой енді. Әркімнің өзінің несі бар ғой. Жеңіске жету әдісі бар ғой. Кешегі мысалы түндегі матчта Парагвай мен Франция. Парагвайдың да әдісі шамалы Францияны провоцировать етіп, оларға қызыл қағазды алдырып сондай бір не болды ғой. Құйтырқы тактика. Көрініп тұрды. Мүмкін бұл жігіттерде сондай болған шығар дейсің ғой, басында ойын бізге не оңай болды. Атакалар көп болды, жаңағы Артурда соға алмай қалды, соға алмайды, 100% моменттерімізді. Соңғысында гол жіберіп қиын болып қалды. Жаңағы сен айтқанда 3-0, 4-0 спокойно ұтуға болатын ойын еді. Енді спокойно дегенде оның қаншалықты жеңіл болатынын білмеймін, бірақ мүмкіндіктер болды ғой. Сосын жаңағы пижонит демекші, біздің ойыншылардың ойынның өзгеруін мен тайммен емес, мен жаңағы Бағдаттың, яғни капитандық жұмыс, көрінбейтін жұмыс қой негізі капитандық жұмыс. Бағдаттың ауыстырылуымен болған сияқты, менің өзімнің пікірім. Яғни Бағдат алаңда капитан болып жүрген уақытта бізде тұрақты ойын болды, басталғаннан бері. Жаңағы Бағдат алаңнан кеткеннен кейін жаңағыдай кішкене демалу, яғни демалу емес, пижонит деп айтып тұрсың. Босаңсып кетті. Босаңсып кетті кішкене. Осы фактор жұмыс жасамай қалған сияқты капитандық. Содан соң мына ойынның біз енді қанша подкастта айтып жүрміз, жанкүйерлердің де факторын жоққа шығара алмаймыз бұл жерде.
жанкүйерлердің факторын айта кету керек, қолдауын айта кету керек. Яғни 1-1 есебіменен 90 минутта аяқтадық қой. Содан кейін қосымша уақытта біздің жанкүйерлер қосылды. Жанкүйерлердің қолдауыменен, жанкүйерлердің айдауыменен біз жаңа қақпадан саңылау іздеп ақыр соңында 11 метрлік нүктеден жеңісті алып шықтық. Маған бұл ойын жаңа ойынның жалпы жүрісіменен босаңсып кетуі деген сияқты, яғни ойынның жақсы басталып босаңсып кетуі және жалпы ойынның өрнегі Түркістанда өткен Елімайға қарсы өткен матчты еске түсірді маған. Осындай болды. Яғни жақсы ойнап келе жатырып, соңғы жағында кәдімгідей босап қалдық, бірнеше керегіміз голдар кетіп қалды. Мен бүгін солай қорқып едім. Солай болып қала ма деп. Сөйтіп қорқып отырған уақытта біздің қақпаға пенальти берді ғой. Сол кезде мен тап сол ойын есіме түсіп, қатты қорықтым. Сол Елімайдан жеңілген сияқты жеңіліп қаламыз ба деп. Бірақ қуанышқа орай түбінде жеңіске жеттік. Ол кезде енді Елімайға қарсы бізде көп жарақатта ойыншылар болды ғой. Екінші таймда бізде тыңнан қосатын ойыншы аз болды. Естеріңде болса, иә, маусым басында біз бір тайм ғана бензиніміз бір таймға ғана жетеді. Сосын екінші таймда уже ешқандай бізде заменадан шығарып ойынды күшейтетін ойыншылар болған жоқ ол кезде. Сондықтан да бізге сол жағынан қиын болды ол кезде Елімайға қарсы. Ал бүгінгі таңда бізде деген тыңнан қосылып ойынды күшейтетін ойыншылар бар ғой. Зария бар, мысалы, Соса бар, тағы да басқа ойыншылар бар. Сондықтан да негізі бүгінгі жаңағыдай команданың екінші таймда мүмкіндіктері пайдалана алмауы ол шеберлікке көбірек байланысты сияқты. Кейбір жерде шеберлік жетпейді. Мысалға салқынғанды мүмкіндікті сәтті пайдаланып кету ол шеберлікке байланысты көбінесе. Ал енді маусым басындағы матчтарда ол кезде бізде шеберлік емес, тіпті физикалық дайындықта өте әлсіз болды. Сол туралы жиі айтылды. Сосын бізде алаңдағы ойыншыларды алмастыратын футболшылар болған жоқ. Қазір енді Атанасов келді, сосын Георгий Зария келді, тағы да трансферлер болады деп айтылып жатыр. Сондықтан да қазіргі таңда бізде заменадағы скамейкада отырған ойыншылар көп негізі. Тіпті Латурнустың өзі скамейкада отыр. Аздаған жарақат болса да. Сосын жаңа Бағдат Қайыров туралы айттың. Бағдат Қайыров мысалы бүгін ойнап отқаны тек қана 3-ші матч маусымда. оның өзі толық емес. Тек бір таймнан ойнап отыр, басында Ұлытауға қарсы шықты. Ол кезде рецидив болды. Мына задняя поверхность бедраны одан сайын ушықтырып алды да, сосын көп ұзақ уақытқа кетіп қалды. Ол деген неге лазаретке кетіп қалды да, одан кейін кеше Талдықорғандағы матчта шықты. Оның өзін толық ойнаған жоқ. Енді бүгінгі матчта да бір тайм өткізіп тұрдық. Сондықтан да сосын бүгін матч барысында Тапалов травма алып қалды. Оның орнына негізі вынужден сол Соса шыққан сияқты негізі. Негізі Сосаны бір соңғы 5-10 минутқа шығаруды жоспарлаған сияқты менің ойымша. Таркович, себебі былай шамалдан не істеу керек қой. Ойыншы жарақаттағы ойыншыны 5 минутқа, 10 минутқа, 15 минут сосын жайлап сөйтіп ұзартып бабына келтіреді. Бүгін енді мұқтаж болған сияқты Сосаны амал жоқтан шығаруға, себебі Тапалов жарақат алып қалды. Сосын Қайыров әлі толық матч ойнауға дайын емес. Сосын Жуков қатарда болған жоқ. Жуков, бірақ менің ақпаратым бойынша қазір мен Әсет, Ақтөбенің медиа офицері Әсетпен сөйлесіп отырмын. Тапалов та, Жуков та барлығы келесі матчқа дайын болады деп айтып жатыр. Ол жақсы екен. Сондықтан да енді Астанаға барлығы қатарда болады деп ойлаймын. Сол Латурнустың өзі де жарақаттан толық айығып, Жуков та оралып, сосын Тапалов та қатарда болса, онда жақсы не беруге болады. Сенімді болуға болады дейсің ғой? Қазір біздің ақпарат бойынша Астанаға ойынға қарай бізге бір легионер келеді. Сразу Астанаға. Және тағы да 2 ойыншысы келуі мүмкін. 3 ойыншы, потенциально 3. Бірақ кететін ойыншылар бар ғой соңғы орнына. Бар кететін, бірақ келіспей отыр деген әңгіме бар. 2 легионер кету керек па? Если солай келіспей жатса, легионердің орны болса отзовить етіп болды. Оның біріншісі Айдын Жалкевич. Бүгінгі ойында ойнаған жоқ. Заявкада болды ма? Болған жоқ. Айдын Жалкевич.
біріншісі кетуге кандидат, сосын Пабло Альварес. Бірақ Альварес бүгін екінші таймда шықты, жақсы ойнаған сияқты, менің ойымша. кетеді дегенсіз. На выход тұрған трансферлер. Және бұл екі легионер кететін болса, оның орнына менің ақпаратым бойынша бір африкалық, сосын бір еуропалық ойыншы келуі мүмкін. Үшіншісі бразилиялық қой, айтып отқанымыз. Үшіншісі белгісіз. Қазір бәрі переговор. Нақты үшеуін білмеймін, енді бір нақты екі трансфер болады деп мен естідім. Бірақ енді барлығы неге байланысты ғой. Қалай дело случая дейді ғой, былайша айтқандай. Мүмкіндік болса, егер қазіргі таңда кететін ойыншылармен келісе алмаса, онда олар кетпейді ғой. Ол компенсация жағын сөйлесу керек. Бірақ соларды отзаявить можно. Мысалға Желковичтің несі трансфер деп келісім шарты келесі маусымның соңына дейін. Ол кету үшін ол кәдімгі ортақ мәмілеге келу керек. Яғни дұрысы оны алатын компенсациясы қанша деген екі жаққа да тиімді компенсация керек кету үшін. Яғни осынша айдың айлығын төлейміз, сонда ғана кетуге болады деген сияқты. Оның үстіне сосын жаңа Пабло Альварес бойынша Альварестің трансферін кәдімгі сатып алды ғой, Ақтөбе Карпаты деген, Украина клубынан сатып алды. Сондықтан да енді Альваресті кәдімгідей сату керек. Тегін жіберуге болмайды. Сосын біраз уақыт бұрын андай ақпарат шықты ғой. Альваресті бір канадалық клубқа сату мүмкін деп. Канадалық бір клуб қызығып жатыр деп. Яғни канадалық клубқа бір қандай да бір сомаға сатып, тіпті табыс табуға болады, және сол ақшаға жақсы бір легионер сатып алуға болады. Енді ықтимал нәрсе ғой, ықтимал нәрсе. Сосын Альварес туралы тағы да бір инсайт, Карпатыға Ақтөбе қарыздар деген ақпарат шықты ғой. Сол ақпарат бойынша біз сұраған едік. Ақтөбе барлық қарызды өтеген, яғни соның трансферінше 75 мың евро ма, қателеспесем, сондай ақшаны украиналық клубқа аударған. Себебі ол ақшаны аудармаса, онда трансферлік бан келеді. Ақтөбе жаңа ойыншыларды тіркей алмайды. Альварес қазір толыққанды Ақтөбенің ойыншысы, толыққанды. Бүгінгі ойында аз уақытқа шықса да, матчты оның алдында ойнап жүрді ғой, бастан аяғына дейін. Сол ойындарға қарағанда бүгінгі ойыны жақсы болды. Енді ол таблодағы есепке байланысты ма, оның әлде өзінің жеке басындағы көңіл күйіне байланысты ма, оны білмедім, бірақ жақсы болды. Содан соң бүгінгі ойында Тимур Досмағамбетов маған бір ерекше өзгеріс болған сияқты көрінді. Техника жағынан ататыны бар ғой. Техника жағынан енді мен ондай маман емеспін айтатын, бірақ ойынның барысында жанкештілігін байқадық. Өткенде бір қателіктер болды ғой. Жаңа Елімайдың ойынын айтып отырық, сол кезде де болған қателіктер. Одан кейінде де болып жүрді, бірақ енді қателіктер енді әр адамда болады ғой. Тіпті ұлы ойыншылардың өзі қателеседі. Сосын мына бүгін байқасаңдар Кеша, Әлихан Таңжарықов бүгін опорный зонада ойнады ғой. Сол Жуков травмада болғасын, амал жоқтан бүгін Кеша жартылай қорғаныста ойнады. Бірақ оның тәжірибесі бар ғой, жартылай қорғаныста. Сол жалпы негізі біздің Әділхан негізі сол опорная зона өзіне жақсы сияқты менің ойымша. Шетте ойнағаннан гөрі Әділханның ортада ойнағаны жақсы, маған жақсы көрінді. Бір 2-3 қателік болды енді матч барысында, мойындау керек. Енді мен саған айтайын. Жалпы Кешаны үнемі мен жақтап жүрем ғой, өзіміздің жігіт деп. 2-3 қателік болды. Енді жаңа жоғарыда айтып отырмын ғой, ешқандай ойыншы қателіксіз болмайды деп. Кеша да қателесті, сосын бізге пенальти белгіленетін уақытта Ерлановтың өзі де концентрация жоғалтып болды ғой. Артындағы ойыншыны көрмей қалды да. Сосын бірге бір шығып баратқан Жетісудың ойыншысына амал жоқ теуіп қалады ғой ана жерде. Сол жерде жаңағы босаңсыған білініп қалды кішкене. Яғни скорость немен ауызша бір подсказ беру керек еді да. Артында адам бар. Гориш деп па? Сонда гориш деп, болмаса спина деп бір нәрсе қылып айтып жүру керек еді да. Себебі Ерланов ойлады, доп Зарусскийдің қолына келе жатыр деп. Сөйтіп артқа қараса Жетісудың ойыншысы бірге бір шығып барады да. Соны амал жоқтан теуіп ана жерде. Ол сол пенальти жаңағы. Енді бұл жерде мен дұрыс емесін, ақ қарасын анықтау үшін айтып отқаным жоқ, бірақ по ситуация былай болған, жаңағы қарап отырып, ол
Ерлановтың аяғы тигенге дейін ол корпусымен құлап бара жатты ойынша. Ерлановтың негізі жаңағы кешегі мына әлем чемпионатындағы ережелермен қарайтын болсақ, Ерлановтың аяғы тиді негізі допқа бірінші. Контакт. Контакт болды ең бірінші. Яғни бірінші доп тигеннен кейін пенальти болмайтын, бірақ бізде енді білесің ғой. Енді жаңа жігіттер бірін айтып біріне көшеміз ғой. Күнде әлем чемпионатының матчтарын қарап жүріп, КПЛ-дің матчын қарау дейтін бір азап дейсің. Азап, себебі тап сол ситуация. Қай матч болмасын, біздер жаңағы матчтың уақытында қарайтын уақыт жоқ, оған мүмкіндік жоқ. Матчтан кейін қараймыз. Жаңағы вардың повторларын қарасаң, вардың көрсететіні сол трансляциядағы камералардан түсірілген ракурстар. Бізде бір көзбенен визуальный линия сызу, мысалы офсайдтарда жаңағыдай жерде мысалға бірнеше камера көрсету керек қой, оны біз тек қана повтордан бір ғана неден көрдік. Сол трансляцияның камерасы, Яғни былай болды. Камера көрсетіп тұрған картинкада доп тұр, доптың ар жағында Ерланов тұр. Мынау жанында мына футболист келе жатыр, Енді жаңа менде де мына жақта әртүрлі жанкүйерлермен жаңа не болып жатыр, спор болып жатыр, мына жақта болды, болған жоқ деген сияқты. Енді сол позициядан, сол ракурстен қарасаң, кәдімгі допқа Ерлановтың аяғы тиген. Енді эфирді қарасақ, тап сол ракурстан анықтаған пенальтиді. Олар қалай анықтады, оны да түсінбедім, шынымды айтсам. Бірақ енді пенальти болды деп санаймын мен. Екі ситуацияда. Да, Жетісудың қақпасына да, біздің қақпамызға да, себебі ол жерде таза контакт, ол деген 200% пенальти белгіленуі керек. Сосын Жетісу қақпасына белгіленген пенальтиде де таза қолына тиді. Өзінен емес, сосын Ақтөбенің ойыншысынан тиді ғой. Себебі қазір мына өзің айтқанда әлем чемпионатында байқасаң, егер баспен ұрған кезде өзінен барып тисе, онда пенальти белгіленбейді. Қазір өзіңнің ойыншығынан тисе де бермейді. Мысалы, енді ойын болғасын болады, әуедегі допты сен баспен ұрған кезде өз қолыңа тисе, сонда пенальти бермейді. Кеше Аргентина мен Кабо-Верденің матчында да, Кабо-Верденің қақпасына 2 рет пенальти берілген жоқ қой, варға. Себебі екеуінде де не болды? Өзінің басынан барып, денесінен болсын, аяғынан болсын тисе, онда берілмейді қазіргі жаңа трактовка бойынша. Ал бұл жерде енді Ақтөбенің ойыншысымен, кәдімгі айбаланың ішінде Ақтөбенің ойыншысынан кейін барып, Жетісудың қорғаушысының қолына тиді ғой. Сондықтан да бұл жерде енді Сариев деген ойланбастан пенальти болды. Ол жерде қарадым, қайталап. Біздің қақпаға, біз Жетісудың қақпасына қойған ойынның соңындағы пенальти, ол жерде қолына тиген екен, шынтағына тиген екен, оның бәрі көрініп тұр. Біздің қақпаға берген пенальтиді айтып жатырмын. Көрген шығарсың, повторды қарадың ба, әлі қараған жоқсың ба? Жоқ, қараған жоқпын, мен тап-таза ойыннан да көріп тұрмын ғой. Жоқ, ананы қарау керек, себебі менің ойымша, трактовка деп тұрсың ғой, менің ойымша төрешілер былай шешкен сияқты. Ерланов аяғыменен Ерлановтың сол пенальтидің уақытында қалай болды? Ерлановтың аяғы допты тебуге жұмсалды. Қасында қарсылас команданың ойыншысы бар екенін көрді, білді. Бірақ оның тепкені доп болды. Ал Жетісудың ойыншысы, ол мен қандай күштің әсер еткенін білмеймін, ол құлады. Яғни Ерланов допты теуіп жатырған уақытта ол құлай бастады. Уже. То есть егер төрешілер Ерланов аяғымен оны құлатты деген трактовка жасайтын болса, мен ойлаймын, ол қате деп қарау керек. Қараңыздар өздеріңізде, себебі бір миллисекундтар ғой, бір ғана удар миллисекунд. Бірақ Ерлановтың допты теуіп атқаны көрініп тұр, және допқа оның аяғы тиген. Аяғын үстімен емес, аяғын астыменен тиген, сәл ғана. Бірақ егер FIFA-ның футболдың ережесімен қарайтын болсақ, ол жерде менің ойымша пенальти болмаған сияқты. Ешқандай. Комментарий жаза кетіңіздер онда. Өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар. Сосын енді тағы да айтады, енді 2 пенальтиді талқыладық. Тағы бір момент, Нани мен Ордицтің связкасы, уже нешінші рет? Үшінші. Май, Астана және Жетісу. Сосын мана сол угловойды орын едіп атқан кезде қасына ата-анасы жүгіріп барды ғой. Ата-анасы пас сұрап розыгрыш жасағысы келді, бірақ өзі Наниннің өзі айтты, бара бер, неге қарай.
ай балаңды жүгіре бер деп ше. Сосын көтерді дәл ортесінің басына да әдемі. Енді Луис Наниди қалай өзің мана басында айтып жатсың ғой. Луис Нанидидің жоқтығы көрінді ғой мен Талдықорғанда. Иә, кәдімгідей енді ол қалай тәжірибесінің арқасында кәдімгі дирижировать етеді ғой матчта. Керемет плеймейкер болды. Сосын мына ойынды тыныштандыру керек болса тыныштандырады, күшейту керек болса күшейтеді. Сосын алаңда жүріп қай жерге ашылу керегін барлығын кәдімгі көрсетіп өзі не істеп жүреді да, реттеп жүреді да. Әрі плеймейкер, әрі разрушитель, әрі созидатель болып, ортаны бұрыштамадан неден айып соққысынан да дәл керекті жерге дәл түсіріп тұр ғой. Шеберлік. Кәдімгі дәл сол нүктеге дейін түсіру деген. Лушнан енді браво дейміз. Америкаға барып, әлем чемпионатының матчын көріп, бір қанаттанып келген шығар деп ойлаймын. Майамиге барып. Португалияға жанкүйер болып. Дұрыс барып көру керек. Барып қараған дұрыс болды. Бір жағынан Кабо Вердеге де қатысы бар ғой енді. Ол өзінің сторисына көп салды Кабо Вердені. Енді сонда туған емес па ол негізі, қателеспесем. Соны айтам, көп салды. Кеше Кабо Верденің құрамасын байқасаң сол Наниге ұқсайтын жігіттер ғой, кәдімгі несі. Вазин өзі де ұқсайтын. Қалай цвет кожаның өзі аумайды ғой кәдімгі. Енді қалай африкалықтардың өздері бөлінеді ғой. Әркім біреу қатты қара болады, әртүрлі. Мысалға кімдер Сенегал, Камерундар қара болады, сосын мына мұсылман нелері бар, африкалықтар бар, мына Египет сияқты, Алжир, Марокко бар. Арабтар ғой енді былайша. Араб, бірақ африкалықтар. Сондай. Ал мына Кабо Верде еуропалық, енді бұрынғы Португалияның несі ғой, колониясы ғой, былайша айтқанда. Тілдері де португал, сондықтан да еуропалық африкалықтар сияқты олар. Европейский африканцы. Мен осы сәтті пайдаланайын, кішкене КПЛ-дан шығатырайық. Менің өтінішім бойынша деймін. Мына әлем чемпионатының матчтарын қарап жатырмыз ғой. Білмеймін біздің футболшылар қаншалықты оны қарап жүргенін. Мен өз басым ойлаймын, мүмкіндік болса қарау керек қой енді. Түннің ішінде режим. Біздің күнтізбеге ыңғайсыз да, ұйқымыздан айырылып жүрік осы жүргенде. Бірақ алатын нәрсе көп оның ішінде. Себебі кешегі сол Кабо Верденің де, Англияға қарсы ойнаған Конгоның да, Сенегалдың да ойынын, мароккалықтарды да айтуы керек бұл жерде. Сосын енді парагвайлықтарды да, мысалы Германияны ұтты ғой, кеше Францияға қарсы дымда істей алмады. Яғни командалар бар, мына топ сборныйлар сияқты қалыптасқан тактикасы, қалыптасқан жүйесі болмаса да, мінезбенен ойнап жүрген командалар соның барлығы, былай қарап тұрсаң. Сол чемпионатта көптеген пособиялар бар. Мүмкін біздің Ақтөбенің негізгі командасында ойнап жүрген футболшыларға бұл ақпарат қажет емес шығар, бірақ бізде басқа командалар бар, жастар бар. Соларға құлақ қағыс қылып айтып кетейін, осы мүмкіндікті пайдаланып. Англия менен Конго ойнаған матчта, естеріңізде ме? Англия құрамасының бапкерінің көмекшісі Деклан Райсты оң жақтағы шеткі қорғаушы қылып тастады. Бұрын соңды білмеймін, ол позицияда ойнады ма Деклан Райс? Томас Тухель? Томас Тухельдің көмекшісі оны негізі. Оның өзі де айтты Томас Тухель. Ол жаңа бапкердің көмекшісі тапқан шешім, және ол сәтті шешім болды. Керемет. Яғни Англия сол сәттен бастап ойынды өзгертіп, ақыр соңында жеңіске жетті ғой. Біздің КПЛ-ның ойындарында сондай шешімдер жетпей жатады. Бізде жаңағыдай позицияменен айтып отырсың ғой, кім Соса дейтін негізі жайрақ шығу керек еді, бірақ амал жоқ кімнің орнына шығарды деп. Таңжарықов Әділханды қорғаушыдан опорник позициясына қоятын болса, кімнің жаңағы Тапаловтың да орнына міндетті түрде Соса емес, басқа ойыншыларды шығарып көруге болатын еді деп ойлаймын, жалпы. Соса соңғы рет 19 сәуірген ойнаған екен. 2 ай жарым ойнамаған енді. 2 ай жарымнан кейін ойнау емес қой, оңай емес қой бір жағынан. Сосын Соса деген шетелде емделді ғой, қателеспесем. Қай елде? Бұл жігіттің негізі жалпы жарақаты анау-мынау емес қой, жарақаты кішкене үлкендеу ауырлау. Ауырлау. Зе сияқты зе. Даже карьераны аяқтауға шамалы.
сәтін салсын, жақсы ойнасын, алдағы уақытта мүмкіндік беріледі деп ойлаймын. Жақсы, бұдан да толық. Негізі бірінші рет ойнап тұрған жоқ, көріп жүрміз ғой Сосаны. Сосы біраз ойындарда шешуші сәттерде өзінің шеберлігіменен көзге түскен ойыншы. Осы қазіргі құрамдағы ойыншылардың ішінде біздің жанкүйерлердің ең сүйікті ойыншыларының бірі ғой Соса. Былтырдан бері келе жатқан. Ол өз алдына және қазіргі құрамның ішінде кәдімгі жанкүйерлердің алдында абыройлы көп жанкүйерлер Сосаны қолдайды, іздейді, сұрайды. Шыққанда да бүгін барлығы шапалақтап. Оны көзімізбен көрдік. Сосын Қайрат Нұрдәулетов бүгін пресс-конференцияға қатыспай кетіп қалыпты матчтан кейін. Соған қарағанда мына біз пенальти талқылап жатырмыз ғой. Сонымен келіспеген сияқты ол соңғы минуттарда белгіленген пенальтимен. Соған қалай ойлайсың жалпы бапкердің қатыспауына қатысты? Жалпы негізі мен Қайрат Нұрдәулетовті өз жеке басым былай танымаймын да, жеке араласқан адам емес. Бірақ көптеген футболдың айналасындағы ақпараттардан кезіктіріп жүрмін, рилстардан көріп жүрмін. Мен ол жігіттің өзінің ұстанымын, яғни бапкер ретіндегі позициясын қолдаймын. Неге шетелден келген бапкерлер өздеріне сенімді болуға құқығы бар да, ал біздің жергілікті өзіміздің футболдан өскен бапкерлердің тап сондай сенімді болуына неге болмасқа? Мен сол жағынан ол бапкерді құрметтеймін, былай айтқанда. Себебі бапкер сондай болу керек. Ол өзінің іс-әрекетіменен өзінің командасына үлгі бола алу керек. Өзінің командасында капитанға да, басқа да мүшелеріне де, тек қана ойыншылар емес, жалпы команда үшін еңбек етіп жүрген, алаңның сыртында да жұмыс жасайтын адамдарға ол үлгі бола білу керек. Егер де бас бапкер өзіне қаншалықты сенімді болса, артынан жүретін команданың барлығы да солай сенімді ойнайды. Мынау естеріңізде ма, бізде кім еді, бейсболкасын тастамайтын бапкер кім еді бізде? Парфенов. Содан кейін тағы бір болды ғой, ұмытып қалдым аттарын. Евчук, Леонов. Мінез жетпеді ғой. Мойындау керек қой, мінез жеткен жоқ. Осындай Қайрат Нұрдәулетов сияқты мінез жеткен жоқ. Да, бізде Таркович тоже жуас. Бізге вот бірім мінез керек. Ақтөбеге мінез керек. Тарковичтен кейін дұрыс тренер бізге келмеді. Мінезі бар. Мотивация беретін бір тренер болған жоқ. Карпович пен Қайрат Нұрдәулетовті мен бір неге қояр едім. Не из-за того, что они оба выпускники казахстанского футбола. Жаңағы өздерінің қазіргі таңда КПЛ-да басқа, енді тек қана қазақстандықтар емес, біздің футболды әлемнің түкпір-түкпірінен қарап отыр. Менталитетті біліп тұр ғой олар сосын ғой. Мысалы, қамшылайтын кезде қамшылауды, сосын боқтап бір сыбап алу керек болса, оны да біледі да. Себебі бізде білесің ғой, посткеңестік елдерде шамалы басынан сипап арқасын қаққанды түсінбейді бізде. Кейде бір қаттырақ несу керек та. Шаралар қолдану керек та бізде ше. Мен сен сұрағыңа жауап берейін. Жетісу командасының бас бапкерінің пресс-конференцияға келмеуі ол өзінің жеке принцип емес деп ойлаймын. Ол командаға көрсетіп жатырған үлгі. Яғни футболдың ережесін бұзсаң да соңына дейін бару, мойындамау. Себебі штраф төлейді ғой сосын мысалы клуб. Жоқ, енді мынандай нәрсе ғой, Мерей, пенальтиді айтып отырмық қой. Мен де мысалға жаңа пенальтимен келіспей отырмын. Егер де мен Ақтөбенің бапкері болып, жаңағыдай пенальти беріп, біздің қақпаға берген пенальтиді айтамын, Жетісудың емес, біздің қақпаға. Темірлан Ерлановтың қателігі деп берген пенальти беріп, және матчтың соңғы нәтижесіне ол әсер ететін болса, мен де мүмкін пресс-конференцияға қатыспауым мүмкін. Себебі бұл жерде мәселе негізі бапкерлерде емес, бұл жерде мәселе, мен қайтадан айтайын, бұл жерде үлкен техникалық мәселе. Біздің Қазақстанның футболына сол техникалық мәселелер шешу керек. Бізде у нас есть технические недостатки. Вардағы қайталаулардың жетіспеушілігі. Енді былай қарап тұрсаң дұрыс емес қой. Сен трансляцияны қарап отырсың бір камераменен, бірнеше камерамен көрсетеді ғой енді. Бірақ жаңағыда ереже бұзылған уақытта саған повтор көрсетеді, сен тап соны қайтадан қарайсың да.
негізі вардың өзінің жаңағы мына офсайдты қарайтын кәдімгі линияменен жүретін бір камерасы болу керек. Қақпаның артында 2-3 камера болу керек. Қақпаның артында болу керек. Неше түрлі ракурстан көрсетсең оңай шешіледі да, ол ереже бұзылды ма, бұл жерде бұзылған жоқ па. Ал жаңағыдай бір ғана камерамен көрсетіп, мен нешінші матч міне қарайсың повторды, бір ғана жерін көрсетіп, оны мен қайталап басқа қайдан қараймын оны? Матчта қайтадан ешкім тап солай ойнамайды ғой. Бұл үлкен мәселе. Сосын енді Нұрдәулеттің енді қалай осы қылығы дұрыс па, әлде бұрыс па? Сен ойыңша. Сен жауабыңа қарасам дұрыс деп отқан сияқтысың. Иә, мен дұрыс деп отырмын. Оның протесті сонда дұрыс та? Иә, мен сосын мына матч барысында 1-1 болып тұрды ғой есеп. Сол кезде ол әлі күнге дейін мысалға төрешілердің жұмысына бір қанағаттанбай тұрды ма, трибунаға қарап бүйтіп несін саусағын төмен қарай қарап. Ол дұрыс емес енді, ол дұрыс емес. Бірақ ол судействоны айтқан сияқты сол кезде ше. Мүмкін. Міне алаңдағы төрешілікті көріп тұрсыңдар деп ше. Бірақ ол жанкүйерлер біздің түсінбей бізге не істеп жатсың деп ше. Бізде төмендетіп жатсың деп жанкүйерлер ду ете қалды да. Бізге көрсетпей ондай не деп. Жалпы бірақ негізі Нұрдәулетов қалай менің түсінгенім бойынша алаңдағы төрешілікті көріп тұрсыңдар ғой деді да, былай көрсетті. Жалпы кез келген ойыншы, кез келген бапкер Қобыланды стадионына келетін уақытта өз-өздеріне трезвый отчет беру керек. Яғни әрбір іс-әрекеттерін ойлану керек. Себебі Қобыландыда өтетін әрбір матч қандай есеппен болып жатырсын, қандай командамен ойналып жатырсын, біздегі матчтар жарты сағат бұрын эмоциямен басталады, до свистка. Матч біткеннен кейін де ол бір күнге созылатын эмоция. Яғни Қобыландының ішінде сен бір қандай да бір іс-қимыл жасайтын болсаң, бірдеңе айтатын болсаң, оны менің ойымша 10 рет ойлану керек сияқты. Жаңағы пресс-конференция ол ойыннан кейін болған нәрсе. Мен бұл жерде нені дұрыс деп отырмын? Егер де сол Қайрат Нұрдәулетовтың бапкердің пресс-конференцияға келмеген мәселесі талқыланып, оның себебі анықталып, ол пенальтимен келіспейтінін айтып, сол пенальтимен неге келіспейді деп ол мәселе ары қарай өрбіп, түбінде КПЛ-да техникалық мәселе шешу керек дегенге алып келетін болса, ол дұрыс. Және мен солай болғанын қалаймын. Себебі оны біз шеше алмаймыз. Оны сол футболдың ортасында жүрген осындай бапкерлер, соның ішінде жергілікті бапкерлер айту керек қой. Оны сырттан келген, шетелден келген бапкерлер қызықтырмайды оны, бас ауыртпайды былай айтқанда. Ал жаңағы Жетісудың бапкері өзі осы жерде ойнаған адам, және осы жердің футболының дамуы үшін еңбек етіп жатқан адам ретінде біздің КПЛ-дің ойындары техникалық тұрғыдан жоғарғы сапада болуын, және оның УЕФА несіндеміз ғой біз, аясында ойнап жатырмыз ғой, былай қарап тұрсаң. Еуропалық елдер. Еуропалық футболға сай болу керек қой біздің техника. Менде бірақ осы жылы Қазақстан Федерациясының футболының бюджеті 23 миллиард теңге. Сол 23 миллиард енді ақша бар ғой, федерацияда ақша бар, сол неге өздері камера алмайды деп сұрақ қойған, например. Жаңа біз, например, қымбат ойыншылар енді Қазақстан алмайды, например, енді МБП, Криштиану алмайды, енді алу без шанс, например, хотя бы камераны болады олға, камера, например, қол жетімді, например, шетелден заказ берсін, например, чемпионатты күшейту үшін. Мысалы, төрешілік бізде әр матч сайын сынға алынады. Төрешілік. Онда бір төрешілерді квалификациясын өсіріп, оларды оқытып, дамытып, шынықтырып тұру керек қой оларды, мысалға. Осы барлығы. Ол да бір Турция жүреді. Онда бір бюджетті қажет етеді, мысалға. Кеше мысалы Арман Измұратов деген, Карповичпен боқтасып, вас буду долбить до конца сезона деп, мысалы. Сол үшін өзі долбить етемін деп жүрген кезде өзі маусым соңына дейін кетіп қалды, мысалы. Ондай ситуациялар көп та, әр матч сайын, мысалы. Ақтөбенің де өзін талай неседі чемпионатта, көзімізбен көрдік қой, екеуміз отырып қараған жоқпыз ба тобылмен өтетін матчты. Екі судья әлі Ақтөбеге келмей жатыр. Трансляцияның да манадан бері сен айтып отқан проблема, трансляцияның деңгейін көтеруде дәл сол федерацияның мүддесіндегі нәрсе ғой негізі. Олар өздері қолға алып, мысалы, жасамаса, онда оның клуб неге онда взнос беріп, клуб неге оны жасау керек? Өзің көріп жүрсің ғой жұмыста, мысалға положение бар, лет-экран болу керек. Жақсы, тағы мынандай болу керек, мынандай болу керек. Футболшының формасынан бастап, мысалға положение бар, болу керек деген. Ол клубтарға қойылатын талаптар. Хорошо. Ол талапты қойғаннан кейін, сен сол бар нәрсені көрсете алмайтын болсаң, оны несіне талап қоясың? Зачем нам лет-экран, если мы его не можем нормально показать, былай айтқанда? Он көрсетпейтін болса.
дұрыс емес пе? Ол енді сұрақ көп шынына келгенде. Ол мен оны Мерей бұған дейін айтылып жүрген әңгіме. Ол міне 10 жылдан асты иә КПЛ-дың матчтарын көзімізбен көріп жүргенімізге. 10 жылдың ішінде өзгермеген нәрсе ғой. Мысалға біздер кеше Ақтөбе футбол клубының ресми Instagram парақшасында осы уақытқа дейінгі өткен жетісуменен өткен кездесулердің үзінділері болды, иә, голдардың үзінділері болды. Мен анау картинаның видеоның сапасын қарап отырмын. Я, осыдан 10 жыл бұрын болған ішінде голдар бар, 5 жыл бұрын болған, арасында айырмашылық жоқ ешқандай. Ал сен басқа жақтықын қара. Әлем чемпионатын қара мысалға. Қазіргі әлем чемпионатындағы техниканың сапасы менен осыдан 4 жыл бұрын болған техниканың сапасын қара. Мысалға кеше әлем чемпионатында мына төрешінің камерасын көрсетіп жатыр. Без провода. Ешқандай жаңағы ешқандай провод жалғанып тұрған жоқ. Кәдімгі Wi-Fi-мен сәптір. Дәл уақытында көрсетіп жатыр. Яғни сен анау болып жатырған футболда саған ешқандай сұрақ туындамайды. Неге Мессиге жаңа Мессидің несіне не бермейді, қағаз бермейді деген сияқты әңгімелер туындап жатқан уақытта просто бір қарайсың, повторда тебе все ясно, бәрі қолжетімді камералар. Ал бізде жаңа қайтадан келіп айтайын, 1000 рет айтқан шығармын, мен айтпағанда не істейсің? Бір повтор. Қазір міне жаңа Ақтөбе жанкүйерлері дейтін үлкен ненің ішінде жаңа спор болып жатыр, пенальти туралы әңгіме болып жатыр. Енді әркім өзінің ойын айтып, аргумент келтірейін десе, бір ғана ракурстан түсірілген видео бар, басқа адам жоқ ше. А ойын өтіп кетті. Бұл үлкен бір. Ал біздің Ақтөбедегі мобилографтар қарсылас команданың артында тұрмайды, өкінішке қарай. Ол да бар. Ближайший 5 жыл вот сапа солай болып қала береді. Себебі жаңағы видео тігіле береді, түсіретін біздің жігіттерін, біз Ақтөбе жігіттерін солардың камерамен түсіреді. Және как қазір футзалда кепіш болып отыр ғой, жаңағы ақша төлемейді, например. Содан ақша төлемейсің, жаңа компаниялар новый камера алмайды, например. Көп не бар да? Бұндай қателіктерден кейін ешкім жұмыс жасақсыз да келмейді ғой. Бұл келісімшартпен жасалатын жұмыстар, одан кейін ешкім жасақсыз келмейді. Қазір қымбат камерасы, например, келесі жылы, например, жаңағы федерация договорды басқа компания беруі мүмкін. Например, КФЛ деген бастады ғой, камера келіп, манты, оқытты, екінші сол алыптады, басқа команда келіп, басқа командына келіп. Постпродакшн. Сол команда қайтып, задым, бірақ сол бұрынғы Ақтөбенің жігіттері. Сол енді жергілікті ТВ-де істейтін, той түсіретін операторлар бізде қазір футбол түсіріп жүрген. Мойында көріп қой ма? Той түсіретіндер, мына корпоратив. Өздерінің камераларымен әртүрлі заказдарға шығатын біздің әртүрлі нелер, операторлар міне амал жоқтықтан барлығы футбол түсіреді. Енді сен өзің кеше ғана бетажар түсіріп отқан оператор ретінде сен қалай үлкен деңгейдегі, жоғары лигадағы премьер лиганың ойынын түсіре аласың, мысалы. Жаңа осы матчтың алдында бір сағат бұрын жігіттермен сөйлестік. Олар айтады, мен чемпионшипті және Англия премьер лигасын кішкентай бала кезімнен тастамай қараймын дейді да ол. Және өз ісінің маманы ғой енді. Ол айтады, мен сөйтіп жаңағы ойынның басында анау күндіз жаңа линия сызып жатады, мына стадионның жанында жиналып жатады, команда келіп жатады деген сияқты. Соның барлығын түсіретінмін дейді. Сосын не істейсің деп айтады дейді да енді. Бұлай қысқасын айтқанда, бір сөзбен айтқанда. Мен мысалға қазір түсінемін. Бірақ мен матчта солай көрсеткім келеді дейді. Мен оның ойымен келсем. Яғни қазіргі футбол требует этого. Оны талап етеді. Яғни бізде әлі күнге шейін футбол бірінші секундтағы свистокпенен соңындағы свистокқа дейін ғана бізде футбол болып саналады. Шындығына келген уақытта футбол 2 күн бұрын, 3 күн бұрын басталатын нәрсе. Және ол тек қана футболдың тікелей трансляциясымен тоқтап қалмау керек қой. Оның мысалға қараш, кеше ғана Жетісуға ұтылып қалған Ақтөбе келіп өз алаңында қайтадан Жетісуды қабылдайын деп жатыр. Есесін жібермеу керек. Яғни появилась интрига, которого ты не можешь искусственно создать.
интрига бар, яғни контентке керегі интрига, көрерменге көрсететін интрига, өзіне өзі пайда болып тұрған интрига, сен соның айналасында керемет трансляция жасауға болады. Ал бізде как обычный рядовой трансляция болып өтті де кетті. Яғни Ақтөбедегі болған футболдың қызығы сол Қобыландының ішінде болған адамдар өздері көзімен көрді, сонымен ғана қалды, өкінішке қарай. Иә. Енді не десек те біздің чемпионатымыздың деңгейі осындай. Бірақ енді жаңа біз айтып отырмыз ғой, той түсіретін, тағы да жергілікті телевидениеде істейтін жігіттер деп, олардан ешқандай көретін нәрсесі жоқ. Енді қалай енді жоғары жақтан тендерді я болмаса басқа бірдеңені ұтып алады, лотты ұтып алады да, сосын жергілікті адамдарды тағайындап, соларға түсіргізіп, ақшасын беріп, пұлын беріп отырады. Жоғарыдағы адамдар. Енді бұл жігіттердің ешқандай кінәсі жоқ, бұлар да өз бала шағасын асырап жүрген жігіттер. Сол жігіттер айтады, бізге той түсіруге выгодно дейді, тойда көп ақша табамыз дейді. Футболына қарағанда. Театрда істейтін актерлар сияқты ғой өзің. Театрда актер болғаннан тойға барып асаба болған жақсы мысалы, сол сияқты. Бір ай күтетін айлықты ол жақтан бір күнде алады. Ұзағынан айта беруге болады бұл тақырыпты. Енді бұның барлығы неден басталып кетті? Қайрат Нұрдәулет туралы айтқаннан басталып кетті. Ақыры әлем чемпионатынан бір шықты. Жігіттер шынымен де ол сосын мына енді бір нәрсе айта кетейін. Бұл жерде енді қалай Ақтөбеге қарсы биылғы маусымда пресс-конференцияға келмей қалған бұл екінші бапкер. Бірінші турда Жұмасқалиев те келмей қалды ғой, есімде болса. Ол Жұмасқалиев келмей қалды. Иә, биыл бірінші турда біз төртте бір ұтқаннан кейін тобылдың бас бапкері Жұмасқалиев келмей қалды. Бұл енді әлбетте штраф. Сосын жаңа сен айтқандай, сен енді айтып отырсың ғой, бұл дұрыс деп. Енді бір жағынан дұрыс та шығар, енді протест тағы да келіспейтінін білдіру керек. Бірақ екінші жағынан кәдімгі бапкер ретінде келіп мойындау керек қой ұтылғанын. Жігітше келіп, былайша айтқанда еркекше келіп мойындау керек. Мен ұтылдым, осылай ұнамайтын жерлер болса айтып кеше мысалға. Вахид Масудов деген, Бабаян барлығы айтып жатыр ғой. Масудовтың өзі кеше мына Қостанайда ұтылып қалған кезде айтты ғой. Мен қалаймын дейді да, басқа елден келіп маған төрелік еткен. Өзбекстаннан келсін мейлі, Қырғызстаннан келсін, Ресейден келсін, басқа елден келіп бізге төреші болсын дейді да мысалға. Қазақстандағы судьялардың, реферилардың мысалға біліктілігі жетпейді премьер-лигаға. Мысалы, Қазақстандағы ең үлкен дивизион, ең үлкен лига, соның нелері, төрешілері сәйкес емес дейді да, дәрежеге келмейді мүлдем. Мысалы, әр матч сайын осындай не болады бізде. Яғни сен де Масудов сияқты, Бабаян сияқты келіп, пресс-конференцияда соны айтуыңа болады. Мысалы, мына жерде пенальти жоқ, мен келіспеймін. Мына жерде бар. Я болмаса мен бұл жеңіліске мен келіспеймін, бұл жеңіліспен. Я болмаса мен мойындаймын, расымен Ақтөбе командасын жеңіліспен құттықтаймын деп. Мысалы, өзің таза бапкер ретінде келіп мойындау керек, я болмаса таза еркек азамат ретінде келіп. Менің ойымша. Мысалы, тап осындай матч Қайрат Нұрдәулетовтің өзінде, биылғы маусымда, мен естеріңде болса, менің есімде таза Ордабасымен ойнап жатты олар, премьер-лига аясында. Сосын 1-1 болып жатты ол жақтарда. Сосын 90 плюсте компенсированный уақытта пенальти беріп Ордабасы дәл осылай жеңіп кетті 2-1. Сонда Қайрат Нұрдәулетов келді пресс-конференцияға келіп мойындады. Бірақ айтты, естеріңде болса, қара жиделі жігіттер бүгінгі ойынды құртып кетті деп айтты. Енді қара жиделі деп сол судьяларды намекать етті. Нұрдәулетов тап сондай пресс-конференцияда сөз айтты. Бүгін келіп неге айтпады сол мысалы. Ал ол пресс-конференцияға ол неге келді? Себебі матчтың алдында Ордабасы оларды Қайрат Нұрдәулетовті шапан кигізіп, біздің Ақтөбе, Қазақстан ұлттық құрамасының аңызы деп оның арқасынан қағып матчтың басында. Ойлашы, сен қарсылас команданың бас бапкерінің арқасынан қағып оның, сен міне деп шапан кигізіп, біздің ұлттық құраманың аңызы деп, сосын келеді да, оны матчта дұрыстап амалсыз келген ғой пресс-конференцияға. Дұрыстап сілкіп алып та, сосын ол келмейін десе, құрметпен жауап беру керек қой. Амал жоқ келіп, бірақ келмейін десе шапанның батасын беру керек. Тура айта алмай, ана жерде кәдімгі қара жиделі кісілер құртып кетті деп амал жоқ. Көзімен жер сүзіп жаңағында сөйтіп отырды. Мен түсініп отырмын. Ал бүгінгі матчта бізде кімге шапан жапты? Жергілікті журналист, спорт журналисті Марат Танкаев деген біздің әріптесіміз. Осы сәтті пайдаланып отырып айта кетейік, біздің ТКБ-ға да жазатын, әртүрлі басылымдарға жазатын Марат Танкаев Мұхиядинұлы деген біздің әріптесіміз 60 жасқа толған биыл. Және жақында маңыздысы Килиманджаро деген шыңды бағындырған. Танзания, Африкадағы ең үлкен шың, 5895 метрді құрайтын
үлкен шыңды бағындырған 60 жасында. Сондай журналист біздің арамызда жұмыс істейді. Бүгінгі матчты бастап берді. Бүгінгі матчты бастап берді. Оған Ақтөбенің басқарма төрағасы Бақытбек Түзелбаев шапан жапты. Сосын бірінші касанияны да сол Мараттан кайф жасады. Маған сол қымбатырақ та. Нұрдәулеттің орнына сол кісіні шақырады. Сол енді параллель жүргізіп отырмын да, енді қалай ол тап сондай матчта ол Ордабасының пресс-конференциясына келеді да, бүгін келмейді. Енді басқа да себептер бар шығар мүмкін. Жоқ, егер де мен тағы да қайталап айтайын өзімнің позициямда. Егер де ол өзінің жеке мінезінің жаңағы кесірінен болса, әрине ол кәсіби бапкерге сын, иә, дұрыс емес. Ал егер де жаңағыдай төрешілердің жұмысына разы болмай, басқа да матчтың шешуші моменттеріндегі организация дейді ғой, мынау федерациядан бастап басқа да жұмыстарға разы болмай, соған протест ретінде жасалған болса, ол дұрыс деп ойлаймын, тағы да айтамын. Және я хотел бы, чтобы это было так, потому что біз оны шеше алмаймыз. Шамалы мінез көрсету керек дейсің, сол туралы айтып. Әрине. Себебі жаңа айтып отырсың, алдағы 5 жылда әлі де сондай болады деп. Біздің міне позициямыз осындай. Біз не істей аламыз, солай болады дейміз біз. Ал бұл кісілердің кішкене салмағы бар. Бір емес бір бәленбай облыстың абыройын арқалап жүрген адамдар, бір КПЛ-да тарихы бар команданы сүйреп жүрген бапкер ретінде бұл кісілер осындай мәселелердің шешуіне себеп болу керек. Егер бұл кісілер де үндемей келе беретін болса, әрбір пресс-конференцияға біз айтып отырған мәселе ол ешқашан түзелмейді. Бұл мәселелер бірақ уақытында түзелу керек. Сосын оның үстіне тағы бір қызға айтайын. Ұлттық құраманың алдағы бапкері сол Қайрат Нұрдәулетов деп естідім мен. Пресс-конференцияға келмейтін бапкер, ұлттық құраманың бас бапкері болады ертең. Жігіттер, енді уақытымыз тығыз қалды. Бұйырса келесі жексенбі күні Ақтөбе Астанаға барып Астанамен ойнайды. Иә, бұйырса, Алласы. Сәттілік тілейміз. 9 шілде күні Еурокубок ойындары ойнайды. Қонаққа барып және 12 Ақтөбе ойнайды. Сол ойындар туралы бір-екі сөз айтып жіберсек. Мен алдыменен Батавейін жатсың ба? Иә, Батавейін. Шапаным қайда деймін. Тағы бір жақсы қуанышты жаңалықпен бөлсек, бүгінгі біздер үзіліс кезінде 2013 жылғы балдар, иә, біздің болашақ ақтөбелік жас ойыншылар республикалық турнирдің чемпиондары атанған екен. Құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін, жалғастырсын. 13 орынның жігіттері ғой. Олимпиялық резерв спорт мектебінің. Және тағы бір қуанышпен айтатын нәрсе, Ақтөбе командасы ресми түрде Атлетико командасын ұтқан болатын кеше. Ресми түрде. Яғни Атлетикода қазақтар ойнайды дейсің. QG лигасында, Freedom QG лигасының турнирінде Қазақстанда ресми түрде ашылған Атлетико Мадрид командасының академиясының шәкірттері келіп ойын көрсеткен болатын. Бір айта кететін жайт, мен риза болдым, қызық екен, шынымен де. Атлетикоға риза болдым? Ойынға риза болдым. Кішкентай балалардың ойынына риза болдым. Біздер күндіз сағат 10-да U15 ойнады. Надрышин дейтін біздің болашақ жұлдызымыз бар. Милан, тіл көзім тасқа. Үлкен үміт артып отырған потенциалы бар. Агенттер алып кететін. Сол Надрышин бірінші таймда хет-трик жасап 3-1 қылған болатын. Бірақ ойынның соңына дейін жаңа мен айтып отырған Атлетиконың командасы кәдімгідей командалық жұмыс жүргізіп, алаңның ішінде көзге көрінді да, тактикалық бір шешімдер қабылдаған екен. 3-3 болып қалдық. Кешкісін сағат 18:00-де U16 ойнады. Бұл жерде енді біздің жігіттер драма болған сияқты ол матчта. Иә, біздің жігіттер бір бас жоғары болды. Сосын бір негізгі факторлар, ол жақта енді U16 болғаннан кейін 16 жасқа дейінгі балдар ойнайды ғой. Бірақ ішінде 15-ке толмаған, 14-ке толмаған балдар да бар екен ішінде. Біреуінің мысалға бойы кішкентай, оппоненті өзінен 2 есе үлкен мысалға. Сондай сәттерде қате жібергендер болмаса, былай бірақ
есіңде ма Мерей, осы екеуміз былтыр бір подкастта жаңағы балдарға екеуміз екі жақтан кеңес берген едік қой. Отырмаңдар, сен айтқансың ғой, отырмаңдар, барыңдар, жаңа чемпион болыңдар деп ше, анда барыңдар мында. Мен айттым ғой, жоқ Ақтөбеде де қалуға болады деп. Яғни ауыз толтырып айтып жүрген Атлетиканы да жеңуге болады екен Ақтөбенің сапында ойнап жүр. Сапында жалпы ақтөбелікте жігіттер ойнайтын сияқты. Ол жақта бар екі ойыншы кетті. 2013 жылы. Сосын енді сен Атлетиканы жаңағы күйжелеген айтып отырсың ғой. Биылғы осы аптада негізі ақтөбеліктер ұтылған жоқ. Барлық турнирде. Ұтылып жатып дубль 5-5 болды Қостанайда, одан кейін 3-0, 0-3 ұтылып жатып 4-4 болды Талғарда, ақтөбелік жасөспірімдер. Тағы да 2-2 есебімен аяқталды. Сосын қыздарымыз 5-0 есебімен жеңді Қайсарды. Міне бүгін Ақтөбеде жеңіп жатыр, сондықтан да осы апта ақтөбеліктер үшін сәтті өтті. Ешқандай жеңіліс жоқ. Ақтөбелік мінез, ең бастысы ақтөбелік мінезді біз көріп отырмыз. Бүгін де соңғы минуттарда шығарып алдық. Заря деген ақтөбелік жігіт. Дәрежелі жігіт. Сондықтан да енді құттықтаймыз. Шілде жаман басталып жатқан жоқ. Екінші айналым тамаша. Енді ең болмаса үштіктен үмітіміз бар. Келесі матчта енді бұйырса біздің жоспарымыз бойынша біз Елордаға сапар шегуге дайындалып отырмыз. Алла сәтін салсын. Астанада жазамыз деп ойлап отырмыз. Енді сол тағы да не алып қосарымыз. Мен айта берсек, мен айтатын әмем көп. Жиналып қалған ба? Жиналып қалған. Сосын әлем чемпионатында қараңыздар, түнгі ұйқыны 4 бөліп қарауға тұрарлық ойындар болып жатыр жалпы негізі. Қызық ақпарат бар. Астана біздің Ақтөбеге хат жазбаған екен. Жаңа ол ойынды басқа 2-3 күннен кейін лига конференция ойнайды олар, сол. Мен себебі не деп ойлайсыздар? Ақтөбе отказ береді деп жазбаған ба екен или? Себебі дегенде қалай енді? Біз жаздық қой оларға, бір уақыттарда. Кезінде біз жаздық қой. Ол отказда емес мәселе. Ол ешқандай қалай ойынның, қалай команданың бір бабын құртпау үшін сияқты меніңше. Енді онда тұрған ештеңе жоқ. Жалпы осындай мәселе Еуропада мен кездестірмеймін ше. Мына мысалы турнирді кессең қарайсың ғой, бір командалар бар. Көбісі 90% 16 ойын ойнаған. Просто бір күн ерте ойнайды, бір күн кеш ойнайды, солай Еуропада солай. Жоқ, уақытын бір күнге былай ауыстыру мүмкін. Оның регламент бойынша талабы бар ғой, мысалға, егер сен перенос сұрайтын болсаң, онда кемінде 2 ай бұрын уведомление жасау керек противникке. Бұл мүмкін жазылған қағида шығар, бар шығар, бірақ одан футболдың сәні кетеді. Мысалға, жоқ, себебі былай ғой, мысалға, былтыр ана есінде ма? Қайратқа перенос жасауға нетпеді, келіспеді деп Ақтөбені айыптап еді ғой. Гол кезет, матч кезет деген сияқты, псевдопавликтер. Сол кезде ол кезде сол как раз уақытында жібермегендіктен болды ғой. Мысалға, ол деген себеп айтайын ба? Сен айтып отырсың ғой, для галочки деп ше, мысалға. Ол деген хатты сен тиесілі уақытында жіберсең, онда мысалы команда Ақтөбе Алматыға отельге бронировать етіп, оның ақшасын төлеп қояды. Сосын авиабилеттерін алып, маршрутының логистикасын бәрін сызып қояды уже. Сондай мәселе ғой бұл жерде. Себебі ананы атымен жасасаң, онда сен қанша миллионға косяққа кіріп кетесің народном месте. Вот сондай нәрселерді алмай тұрып, 2 ай бұрын, кемінде 1 ай бұрын уведомление жасап, өтініш білдіресің. Мысалы Ақтөбе құрметті осындай Бәленшеев. Түсініп отырмын. Сонда ғана ол мүмкін болады. Мен жалпы негізі бұл пунктті алып тастау керек деп ойлаймын. Себебі бұл футболдың сәнін кетіретін нәрсе. Себебі ол турнирлік кесте. Пунктті алып тастаса, онда кез келген уақытта перенос жасала береді ғой. Бардық көп. Жоқ, жалпы перенос жасауды алып тастау керек деймін мен, айтып отқаным. Жалпы перенос жасауды алып тастау керек. Әр тур өзінің уақытында ойналу керек. Футболдың сәні сода. То есть чемпионат дейміз ғой. Бір жылдары есінде ма? Чемпиондар лигасында, сосын Англия кубогында бір күнде ойнап еді ғой. Ливерпуль ше, есінде ма? Болды ғой? Болды сондай. Екі түрлі құрамды жіберді ғой. Екі түрлі құрамды жіберді да клубтың кезінде. Біреуі чемпиондар лигасында, сосын жастары неде ойнады? Англия кубогында ойнады. Это футбол. Это ол футбол. Футбол солай болу керек. Мен мысалға оны айтып отқан себебім, бір командалар өзінің бір турларын алдын ала ойналып алады. Сосын сен разница ұпайдың айырмашылығын көресің. Сен мотивацияның 50%-ын алып тастайды ғой, былай айтқанда ше. Қайрат, например, 2 ойын ерте ойнап ұстап.
Одан мен не көріп отқан жоқ. Жаңа былтыр сен айтып отқан Қайрат демекші, әңгіме мынандай болды ғой. Ол команда Қазақстанды представляет там осындай элитный турнирда, мы должны все там поддерживать деген сияқты. Емес қой, қалай? Міндетті емес қой. Міндетті емес. Ана Карповичтің кезінде біз деген 3-ші орында ма, 2-ші орында ма аяқтайтын жылы. Сепсимен, жаңағы торпедомен. Біз барлық отказ берді ғой. Ешкім бізге келіскен жоқ қой. Сосын біз жаңағы неге барамыз, Кутаисиге барамыз, чартермен, сосын қайтарда Ақтаудан түсіп қалып Каспиймен ойнаймыз. Сосын ұшып келеміз де Ақтөбеде тағы матч өткіземіз. Сосын неге кетеміз? Румынияға кетеміз. Румыниядан Жолшыбай Кият Павлодардан түсіп қалып Ақсумен ойнаймыз. Бәрімен нича сосын келеміз да неден Сепсидан ұшып кетеміз. Сондай қызық болған негізі. Біздің маусым дейтін көктемде басталып. Меніңше сен айттың керек емес деп. Меніңше перенос керек сияқты. Шамалы бір-біріне көмектесіп не істеу. Себебі мына восстановление деген не бар ғой, цикл бар ғой. Кемінде 74 сағат керек. Футболшының қалпына келу үшін кемінде 74 сағат керек. Ол кәдімгі биологиялық, барлық физиологиялық неде жазылып қойған кәдімгі дәрігерлердің рекомендациясы ше. Ал сен восстановление болмай, сен қатарынан 2 күн сайын матч ойнай алмайсың бәрібір. Еуропада қалай ойнап? Ал бізде сол жылы естеріңде болса Карповичтің кезінде бізде деген 10 подряд ничья болды КПЛ-да. Мысалға 25 ойынның 10-ы тең ойын. Неге? Себебі бізде ешқандай перенос жоқ. Бір аптада деген 3-4 матч ойнайды. Командадан слеппесі шыққан. Сосын оның ішінде выезд да бар, дом да бар, Еврокубок та бар, кубок та бар біз деген. Менде ең оңай шешім бар. 40 ойыншыға дейін алу керек. Смотри, біріншіден сен айтып отырған мәселе ол Еуропада тоже существует. Олар воскресенье, субботу, сенбі, жексенбі чемпионатта ойнайды. Содан соң жаңағы сәрсенбі, бейсенбі Евро матчтарды ойнайды. Қайтадан сосын чемпионат жалғасады. Ешқандай не жоқ. Олар кубоктың матчтарын сол жаңағы Евро матчтарменен чемпионаттың матчтарына қарап құрастырады, иә? Ротация жасайсың. Ротация жасайды. Бізде көктемде басталады, маусым, күзде бітеді. Бізде жеңілдірек, одан да жеңілдірек. Бір. Екіншіден, сенің командаңда тек қана 11 ойыншы емес, клубта айтып отырсың өзің. Сен командаңда 25 ойыншыны несіне арқалап жүрсің, егер де тек қана 11 адаммен ойнайтын болсаң, шаршап қала береді дейтін болсаң. Содан соң, мына нені құрған уақытта, ол үлкен Қазақстаннан 16 команда қатысатын үлкен чемпионат қой, біріншілік, елдің біріншілігі. Сен соның жаңа графигін құрған уақытта ол адамдарды ойлану керек қой енді. Мысалға, бізде шілде, тамыз айларында Еврокубоктер басталады. Оған біздің жаңағы бірінші, екінші орын алған командаларымыз, кубокте жүлдегер атанған командалар қатысады. Соларды ескере отырып жасау керек қой. А бізде жаңағыдай жақындаған уақытта не істейді. Астананың орнында Ақтөбе болса да, мен осылай айтар едім. Ақтөбе жаңағы, яғни айтайын дегенім, чемпионат деген ол кубок емес. Ойнадың, проигравший вылетел, выигравший дальше продолжает дейтін турнир емес. Ол кәдімгі әр команда өзінің график бойынша, күнтізбе бойынша белгіленген команда. Тұрақты болу керек. Оның сәні осы да, чемпионаттың сәні. Себебі жаңа сен айтып отырған сияқты мәселелерді қозғап, Бразилияның чемпионаты қазір дейтін не болып кетті жаңа. Ұсқынсыз, түсініксіз болып кетті, мысалға. Бір материал оқығам, Бразилия потеряла там столько-то аудитории и столько-то спонсоров деген мақала бар. Осы жылы болған мәселе ол. Ол жаңағыдай ауыстырып матчтарды қажет, ол өзі и так-то бір еуропалық деңгейдегі чемпионат емес қой Бразилия, иә? Серияларға бөліп тастаған ғой. Бөліп тастаған. Жаңағыдай мәселелерді шешу үшін. Соның кесірінен они потеряли и аудиторию, и финансы потеряли, и так далее. Чтобы сондай болмас үшін әр тур өзінің уақытында ойналу керек. Жақсы, аяқтай шеш подкастымызды. Ереке өзің түйінде жібер. Мен айтып кетейін, әріптестер, халықаралық бақ, спорттық бақ мейрамдар құтты болсын барлығын. Сол жігіттер сендердің де мейрамдарын. Енді келесі матчқа 12 шілде ғой, иә? 12 шілде келесі матчта ораламыз. Астанада тұратын Ақтөбенің жанкүйерлері, студенттер барлығын келіңдер. Астананы толтырайық. Ақтөбе жақсы поддержка беріп, Ақтөбені ұтайық. Рахмет жігіттер сендерге де.
біздің арнамызға тіркеліп қойыңыздар, ТКВ YouTube арнасына, комментарий қалдырыңыздар, лайк, дизлайк қойыңыздар, бізді қолдап кетіңіздер. Енді көптен бері біз шыққан жоқпыз, қанша 3 апта шыққан жоқпыз ба? Иә. 3 апта біз жоғалтып алдыңыздар, сіздер жоғалтып алдық, біздің түрімізді ұмыта бастадыңыздар. Жайлап естеріңізге алып бізді. Бұйырса қашан енді монтаж, қазір түнде монтажға кірсеміз, бұйырса ертең шығып қалар. Дүйсенбі күні шығады. Иә, ертең шығып қалар. Ертең мейрам ғой біздегі. Астана күні, Астанамен матч алдында Астана күні, елорда күні баршаңызды құттықтаймыз. Ешқандай елде былай мұндай мейрам жоқ енді әрине. Мысалға Краснодарда ойлап День Москвы дегенде тойламайтын шығар, бізде түсінгісіз осындай мейрамдар бар, бірақ енді амал жоқ. Теңіздің жағасына жүгіріп баратқан рилстар шығады. Жақсы ертең демаламыз да, жұмыс жоқ, соған қуаныштымыз. Ертең матч жоқ па бізде? Бұрынғы Нәкенің туған күні ғой енді, сосын. Сондықтан да енді баршаңызды мейраммен құттықтаймыз. Бүгінгі жеңісте құтты болсын. Жақсы сау болыңыздар. Қошамат сау болыңыздар, жеңісті күндерде жүздескенше. Бүгінгі матчтарға мнение деймін. Амандықта, жеңісті күндерде жүздескенше.